Сәлеметсіздер ме? Кеш жарық қадірлі түнгі сырдың жалпы тыңдармандары. Назарларыңызда бүгінгі түнгі сыр, және де сіздерді тыңдарман болуға шақырамын. Түнгі сырда үнемі сіздермен бірге болатын мен, Ерғазы Медетханұлы. Әрқашан бастарыңызға бақыт, дендеріңізге саулық тілеймін. Арнамыздан ауыспаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Қадірлі түнгі сырдың жалпы тыңдармандары, біз мынау өмірде көптеген ашуларға, ызаларға жол беріп қойып, адамдығымызға, адамгершілігімізге кейде азырақ болса да салқындықтарды түсіріп алып жатамыз. Бүгін түнгі сырда осы ызаға, ашуға ырық бермеу жайында азырақ әңгімеде болайық, әрине ұлылардың ой қорытындыларын сыйтат келтіре отырып. Мына ызалану адамдардың денде, өмірде үнемі ұшырап тұратын бір түрлі көңіл күй. Оны қалыпты физиологиялық құбылыс дей тұрғанмен, ол түбін қуғанда адамдардың өн бойында ғана өмір сүретін күш. Сондықтан адамдар оның меңгеруінде болмай, өз көңіл күйінің қожасы болуы керек әрине. Ағаттық жіберген істерді белсенді бір позициямыз арқылы мүмкіндіктің барынша орнын толықтау, ал орнына келмейтін істер болса, мейлінше сабырлық танытып төзе білуіміз керек екен. Ақымақ жандар ғана бұзылған шарбағына қарап тұрып, қойын жоғалтқанына ызаланады. Нағыз ақылды адамдар болса, мұндайда өкінгенмен орнына келмейтінін түсінеді. Ал ақылды адамдар дәнеңе деместен қойынан түгел айырылып қалмау үшін шарбағын жамайды. Мына мысалда бір балық туралы айтылады, қадірлі тыңдарман. Мына солтүстіктегі өзенде еті дәмді бір түрлі балық жасайды. Су құстары оларды жеуді жақсы көреді. Сондықтан да қауіпсіздікке кепілдік ету үшін олар су бетінде тым аз жүзеді. Бұл балықтардың мынадай әдеті бар екен. Көпірдің астында асыр салып, әсіресе көпірдің діңгегін айнала шоршып ойнайды екен. Дегенмен асау толқынды суда кейде діңгекке соғылып та қалып жүреді екен. Бір күні ауа райы ерекше жақсы болып, күннің алтын шұғыласы өзенге түсіп тұрыпты. Балықтар әдеттегідей көпірдің астында шоршып, асыр салып ойнақтап жүріпті. Олардың арасында іші тарлау бір балық байқаусызда діңгекке басын соғып алыпты. Сол жердің өзінде көзі қарауытып, есінен танып қалады. Есін жиғаннан кейін өзі соғылған діңгекке қарап, ызаға буылып, жарлардай болып, діңгекті айнала шорши жөнелтті. Ол өзінің абайсыздығына, көпір діңгектерінің жиілігіне, су ағысының қаттылығына, серіктерінің арасында бетінің түскеніне қатты ашуланып, ызаға булығыпты. Сөйтіп, екі желбезегін жазып жіберіп, қанатын тікірейтіп, қарнын қампайта су бетіне қалқып шығып, ашумен діңгекті шыр көбілік айнала жүзіпті. Ішіне толған ашу ызасын қайткенде шығарарын білмей, бұл жерден кетпей, көпке дейін шоршып жүріп алыпты. Дәл осы сәтте сол жерден өтіп бара жатқан бір су құсы су бетінде шоршып жүрген бұл балықты көзі шалып қалып, басынан ұстайды да алып кетіпті. Бұл мысал, қадірлі тыңдармандар, адамдарға ызаланған адамның өзін ұстай алмай қалып, ақымақтыққа жол беріп, ойда жоқ зардаптарды тудыратындығын көрсетіп береді. 20 ғасырдың 60 жылдарының бас шенінде Америка құрама штатында ерекше дарынды кезінде жоғары мектептің бастығы болған бір адам ақштың орта бөлігіндегі белгілі бір штаттың парламент мүшелігіне бәсекеге түседі. Білімді де білікті іскер болғандықтан бұл кісі былай қарағанда сайлауда жеңіске жететін сияқты көрінеді. Бірақ сайлаудың орта мезгілінде мынадай бір өсек тарайды. 3-4 жылдың алдында штат орталығында өткен бір жолғы оқу ағарту жиналысында ол бір жас әйелмен жақындасыпты. Шынында бұл өтіріктен шығарылған нәрсе еді. Бұл кісі бұған қатты ызаланады.
әрі бар күшін салып өзін ақтамақшы болады. Бұл өсектен туындаған ашу ызаны баса алмаған ол бір жолғы жиналыста шынайы фактті ашық айтып, өзінің күнәсіз екенін ақтайды. Іс жүзінде сайлаушылардың көбі бұл істен мүлде хабарсыз болатын. Алайда енді адамдар сондай істің болғанына сене түсті. Қылшығын шығарам деп былшығын шығарған екен деген сол болды. Жиналған жұрт, егер ол шынында бейгүнә болса, онда не үшін өзін жатып келіп ақтайды деп кері сұрау тастайды. От үстіне май құйғандай оның ашу ызасы тіпті де күшейіп, әр түрлі орындарда өзінің күнәсіз екенін, тамағын жырта айғайлап түсіндіріп, өзі туралы өсек таратушыларды айыптайды. Алайда мұны естіген адамдар өсекті шын екен деп ойлайды. Ал ең аяныштысы, оның ханымы да өсекке сеніп, ерлі-зайыптылар арасындағы сүйіспеншілік бұзылады. Сөйтіп, ең соңында ол жеңіліске ұшырап, содан қайтып, оңала алмай кетеді. Өмірде, қадірлі тыңдармандар, адамдар кей кездері жат ниеттегі жазғыруларға, жалаларға ұшырап жатамыз. Тіпті әр алуан көңілсіз жайттерге де тап болып қаламыз. Кей адамдар бұған бола от алып қопаға түседі. Нәтижесінде істі барған сайын керіне кетіреді. Ал кей адамдар өзінің көңіл күйін жақсы меңгеріп, әр түрлі қысастарға, көңілсіздіктерге түк болмағандай төтеп береді. Өмірде олар жеңімпаз орында тұрады. 1980 жылы Америка құрама штаттың зұңтың сайлауы кезінде бір ретке шешуші телевизиялық айтыста Реаганға оның әріптесі Карт оның артист болған кезіндегі тұрмыс істілі мәселесін тілге алып, қасақана шабуыл жасайды. Бұған Реаган титтей ашуланған әлпет білдірмей, тек қана күлімсірейді. Әрі оны тәлке кете, көне әуеніңе тағы бастың ғой дейді. Реаганның бұл сөзіне отырған жұрт ішек сілесі қата күліп, Карттың өзі ыңғайсызданып қалады. Сөйтіп, Реаган тіпті де мол сайлаушылардың сеніммен қолдауына ие болады. Әрі сайлауда соңғы жеңіске қол жеткізеді. Өзін меңгеру қабілеті кемшіл адамдар мынаны әлде қашан білген болуы мүмкін. Қоғамда өмір сүргенің үшін қоғамға тіпті де жақсы сәйкесу, табысқа қол жеткізу үшін өзіңнің ашу ызаңды меңгеру, мәселелерді саналы, объектив түрде бір жайлетуің керек. Бірақ меңгеру дегендік басылу деген сөз емес. Белсенді сезім сенің алға ұмтылуыңа шабыт беріп, сенімен басқалар арасында ауыз күйіс селбестікті күшейтеді. Егер өз бойыңдағы қыруар энергияны, өз сезіміңді тежеуге сарп етсең, ауруға оңай душар болып қана қоймай, оның үстіне сыртқы дүниеге пәрменді жауап қайтаруға жеткілікті энергияң болмайды. Сондықтан, қадірлі тыңдармандар, ерекше ақылды адам өзінің ашу ызасын шеберлікпен меңгере алады дегенді айтқымыз келеді. Ал тобықтай түйін ызаланған адам өзін ұстай алмай қалып, ақмақтыққа жол беріп, ойда жоқ зардаптарды туғызып алатындығы да шындық. Сонымен қадірлі түнгі сырдың тыңдармандары, жоғарыда тыңдағандарыңыз түнгі сыр, ден қоя тыңдағандарыңызға үлкен алғыс. Сіздермен бірге болған мен Ерғасым Медетханұлы. Әрқашан дендеріңізге саулық, бастарыңызға амандық тілеймін. Ертеңгі түнгі сырдың кезегінде кездескенше. Жазғы шақтарда күз келер, арты қыс болар,
шақтардай қайрылып қайда құс қонар, құс қонар. Мұңаямын сен ойлап, көңіл күзге жеткендей, арман алыс кеткендей, сезім нөсер төккендей, көкбелге жапырақ түсіп сән кетіп, сыпсыйдам селеу баққалар, қоштасып құстар әндетіп, алыс бір жаққа аттанар, аттанар. Талдар қайыңдар, тербелмей ұзақ уайымдар, жұбатпай ақ қойыңдар. Менің де сондай жайым бар, жайым